Алматы әкімдігі 79 мың ағашты кесу үшін 15 миллиард теңге жұмсамақ. Қаладағы осынша ағашты кесудің мақсаты қандай? Әкімдік тағы қанша ағаш жоюды жоспарлап отыр? Келіңіз бірге талдайық. Алдымен мұндай қызметтермен кім айналысатынын анықтайық. Қала көшелерін абаттандыру мен тазалау жұмысына Алматы тазалық компаниясы жауапты. Жыл басында Алматы коммуналдық инфрақұрылым және тұрғын үй инспекциясы басқармасы Алматы тазалық мемлекеттік компаниясы мен жасыл желекке күтім жасау бойынша Қасбеттен Қасбетке дейін қағидасымен 8 келісімшарт жасасты. Барлық келісімшарттың жалпы сомасы 3,8 миллиард теңге. Әр ауданға бөлінген қаражатты мына жерден көре аласыз. Техникалық сипаттама сәйкес жұмыс тізбесінде ағаштарды санитарлық мақсатта және пішіндеу үшін кесу, газондар мен бұталар мен гүлдерге күтім жасау, оларды суару және автоматты суару жүйесіне қызмет көрсету, сонымен қатар күнделікті қоқыстан тазалау, шөп шабу, кесілген қалдықтарды шығару және аумақтағы тиісті санитарлық талап пен эстетиканы сақтау кіреді. Біз аталған қызметтердің ішінен ағаштарды санитарлық мақсатта және пішіндеу үшін кесуге назар аудардық. Мемлекеттік сатып алу порталындағы мәліметке сүйенсек, көрсетілген келісімшарттар аясында Алматы тазалық қала көлемінде 17.847 ағаш кесу керек болған. Оның ішінде 5.900 ағаш санитарлық мақсатта кесілсе, 11.947-сі пішінге келтірілуге тиіс. Жаңа айтқан келісімшарттар аяқталғаннан кейін Алматы әкімдігі аталған қызметтерге қатысты жаңа хабарландыру жариялады. Дегенмен бұл жолы бірқатар өзгеріс болған. Алматы әкімдігі қаланың 8 ауданындағы ағаштар мен бұталар гүлдердің күтіміне жалпы 11 миллиард теңге бөлген, яғни қызмет ақысы 3 есе өскен. Бұл жолы аудандарға бөлінген сома мынандай. Әділін айту керек, соманың артуы техникалық сипаттамада көрсетілген жұмыс көлемінің, яғни оның көптігіне байланысты. Алматы тазалық санитарлық мақсатта тағы 50.100 ағашты кесіп, 11.947 ағашты пішінге келтіру керек. Барлығы 62.047 ағаш. Яғни ағаштардың саны да шығын секілді 3 есе көп өскен. Қорыта айтқанда 2026 жыл Алматы әкімдігі қаладағы ағаштар, гүлдер мен бұталардың күтіміне 15,8 миллиард теңге жұмсаған. Бұған санитарлық және пішіндеу мақсатымен 79.894 ағашты кесу керек. Ал таяуда шілде айының соңында Алматы әкімдігі қала басшысы Дархан Сатыбалдың тапсырмасымен бір жыл кесілетін ағаш көлемі 2 есеге артқан, 70 мыңнан 140 мыңға жеткізетін мәлімдеген. Дегенмен әлеуметтік желідегі жазбаларға сүйенсек, Алматы тұрғындары бұл қызметтерге наразы. Шілде айында қарқынды жүрген кезекті ағаш кесуден кейін әлеуметтік желілерде қала тұрғындары бұл жұмыстың тиісті деңгейде жүріп жатпағанына шағым айта бастады. Қалалықтардың айтуынша, жұмысшылар ағаштарды жалаңаштап, төгін қалдырмай кесе бастаған. Құрғақ және апатты жағдайдағы бұталармен бірге сау бұтақтарда оталып кеткен, ал кейде сап-сау ағаштарды құртып жатыр. Жазба авторлары кәсіби көзқарас жетпей жатқан, жұмыстың маусымға сай атқарылып жатпаған, мамандардың тарапынан жұмысты бақылау жоқтығын алға тартып, сондай-ақ кескеннен кейін ағаштардың ұзақ бойы жанданып кете алмай тұрғанын немесе тіпті қурай бастағанын айтуда.